Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмі тіл үйіретін жып-жұмсақ үлпілдек шоколадты бөлкелер пісіреміз. Бізге қажетті ингредиенттердің грамын мен описанияға жазып қойдым. Достар, менің видеом соңына дейін қарап шығыңыздар. Тура осы видеодағыдай жасаңыздар. Сізде де тура осындай болып шығады. Бізге 2 жұмыртқа қажет және жарты шай қасық тұз. Бір жұмыртқаның сарысын мен бетіне жаққанға алып қалдым. 260 грамм сүт, 5 ас қасық қант қосамын. Жүз грамм ертілген сары май қосамын. Жақсылап араластырамын. Енді бір шай қасық ваниль қантын қосамын. Және аштықы. Аштықы менде бір ас қасыққа кішкене қант қосып, кішкене жылы су қосып, белсенділігін мен осылай тексеріп аламын. Аштығымызды қосып, жақсылап араластырып, енді 550 грамм ұнымызды шетінен қоса отырып, араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне, біздің қамырымыз дайын болды. Жып-жұмсақ, кішкене қолға жабысады. Бетін жауып, 2 сағатқа жылы жерге қоямыз. Енді мен бөлкелердің бетіне сепкенге шоколадты штрезель дайындаймын. 20 грамм сары май, 25 грамм қант және ұн және какао қажет. Ұн менде 25 грамм, какао 9 грамм. 9-10 грамм жеткілікті. Бәрін бір ыдысқа салып, майымызды жақсылап еземіз. Осы құрғақ массамен бірге араласып, майымызды езіп аламыз. Араластырып езіп аламыз. Міне біздің штрезель дайын болды. Кез келген какаоны қолдансаңыздар болады. Менде малазийский какао болғандықтан осындай қаралау болып шықты. Енді салмасына шоколад. Мен Қазақстан шоколадын осылай үгіттеп алдым. Қамырымыз біздің көтерілді. Енді бөлкелерімізді дайындауға кірісеміз. Алдымен 2-ге бөліп аламыз. Бір бөлігін шетке алып қоясыздар. Екінші бөлігін осылай 4-ке бөліп, қамырымызды әрқайсысын осылай домалақтап аламыз. Енді әр қамырды осылай жеке-жеке жайып шығасыздар. 4-ке бөліп, бетіне осылай ортасына салмамызды салып, шоколадымызды 2 шетін буа отырып ораймыз. Әр қайсысын осылай жасап шығамыз. Міне бөлкелерімізді дайындап болдық. Енді бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Сіздер осы уақытта пештеріңізді қыздыруға қойып қойсаңыздар болады. Бетіне жұмыртқамызды жағып, енді жаңағы штрезелімізді бетіне осылай сеуіп шығамыз. Пешке мен 200 градуста 25 минутта пісіріп аламын. Сіздер өз пештеріңізге ориентир жасаңыздар, әркімде пеш әртүрлі пісіреді. Міне біздің бөлкелер дайын, иісі деген керемет. Бүкіл үйден осы бөлкелердің иісі шығып тұр, шоколадтың иісі шығып тұр. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер.
менің видеом сіздерге ұнады деген ойдамын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер.